Баршаңызға қайырлы кеш достар, сіздермен Нури Камал, сіздермен бүгінгі бөлісетін рецебім браунидың түпнұсқалы рецебі деп айтсам қателеспеймін. Ендеше бірге жасап көрейік. Бізге ең алдымен қара шоколад керек, үстіне ерітілген сары майды салып, өздеріңізге ыңғайлы әдіспен ерітіп алсаңыздар болады. Осылай массасы бір тектес болғанға дейін ерітіп, жақсылап араластырып аламыз. Ендігі кезекте басқа ыдысқа жұмыртқаны жарамыз, үстінен қант және де тұз салып, миксермен қанды ерігенше жақсылап араластырамыз. 1 минут шамасында араластырыңыздар, сонда осылай массамыз көтеріліп ағарады. Ерітілген шоколадқа жұмыртқалы массамызды құямыз және де бір тектес болғанға дейін миксермен араластырып аламыз. Үстінен ұн және де какао саламыз және де жақсылап араластырып аламыз. Міндетті түрде ұн және какао қамырдың ішінде комок сияқты болып қалмауы керек. Ендігі кезекте противенді дайындап аламыз. Міндетті түрде осылай сары маймен жағып алыңыздар және де видеода көрсетілгендей пергаментті төсеп шығыңыздар. Массамызды противенға құйып алып, қызып тұрған пешке 30-35 минутқа салып пісіріп аламыз. Біздің брауниіміз дайын. Бөлшектерге бөліп, мороженое мен қонақтарыңызға, туыстарыңызға ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер және де менің каналыма тіркеліңіздер. Сіздермен болған Нури Камал. Келесі кездескенше сау болыңыздар.